Ол да саған қашық көзбен қарайма, тәніңде емес жүрегіңді қалайма. Қара түнде саған арнап ән жазам, сен де мені түнде ойла жарайма. Ол сені таңдай, көңілі толмай, қызғана да ол алмай. Қоңырауды шалмай, мен секілді болмай. Сен оның берген сыйлығына менен алғандай тым қатты қуанба жай. Кездесулерге шығар кезде оны мен көп оянып, көп сыланба жай. Сен оны мені сүйгеніңдей қатты жақсы көріп, жаным сүйе алма жай. Аман болшы сүйгенім, аман болшы сүйгенім, мен сүйгенім. Баяным, сол өзің тағып ояндың, таңда бірге ояндың. Бұйырады бір күні сен ойлауды қоярмын. Жүрек болды ойлама, бір қарашы жай ғана. Шаштарыңда сенің сол баяғы бұйрамай. Күйдіресің тағы. Сен оның берген сыйлығына менен алғандай тым қатты қуанба жай. Кездесулерге шығар кезде оны мен көп оянып, көп сыланба жай. Сен оны мені сүйгеніңдей қатты жақсы көріп, жаным сүйе алма жай. Аман болшы сүйгенім, аман болшы сүйгенім, менің сүйгенім. Көздеріңнің жалына арбап мені, сені іздеймін. Нәзік сезім арнап, махаббаттың балынан бір татсам деп едім. Кездестірмедім, жарық берші жаныма, келші жаным. Жанып тұршы күнімдей боп әрдайым. Жастығының ала гүлін арнайын. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын күшін. Шын жүректен жолығарын тілем. Іздей берем мәңгі саған сенем. Арманға қосып жарық берші жаныма, келші жаным. Жанып тұршы күнімдей боп әрдайым. Жастығының лала гүлін арнайын. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені.
құрметті жақсылар менен жайсаңдар. Бүгін міне көптен күткен біздің Әкімхан әкемізбенен ұл болсын анамыздың шаңырағында үлкен той, ақ тиенің қарыны жарылған күн, өмірдің көз қуаныштары Сүлейменнің бір басы екеу болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын. Болды. Ал енді Әкімхан әкемізбенен ұлбалы анамызды сыйлап келген ағайындар, жақын жуықтар, туған туысқандар орнымыздан тік тұрып, қошеметті мықтырып, тойымыздың төріне гүлданздай келініміздің туған туысқандар келді. Наурызжан құда менен бақыт құдағиымыз бастаған құдалардың қауымын қошемет құрметпен, керемет көңіл күйменен той төріне қарсы алайық. Сыйға сый, татиды екен сыраға бал, Тәңірім бақыт берсін сұрағанға. Тойыңыз тойғаласын берекелі, демекпін шын жүрекпен құдаларға. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық демекші, құдаларымызды қарсы алайық. Құдалар, әріміз құдалар, сәніміз құдалар, құдалар, құдағи құдалар, билейік құдалар, бәріміз құдалар, құдалар. Билеп. Құдалар, әріміз құдалар, сәніміз құдалар, құдалар, құдағи құдалар, билейік құдалар, бәріміз құдалар, құдалар. Ал құдалар жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын, бізден тілек сол болсын. Ағайын қошеметтеріңіз қайда, қиқыларыңыз қайда, той төріне құдаларымыз келді. Ал қарсы алайық. Біздің ауыл сырдың сұлу етегінде ай, ерте шықсам ауылыңа жетемін деп еу құдалар. Мұндай айтпаған өлеңді қайда айтамыз ай, құдалардың бас қосқан құрметіне беу құдалар. Ал құдалар жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын, бізден тілек сол болсын. Ебелектеген шөп екен қыз Билеп, қане көңілдірек. Мен бірге жүрмек жоқ екен Мен айтайын өлеңнің қайырмасын ай, бізді Құдай ән жырдан айырмасын деу құдалар. Қошеметтеріңіз аямаңыздар, құдаларға деген қошеметтеріңіз болсын. Ақ дастархан ақ ниетпен жайылған соң деп құдалар. Ал құдалар жол болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын, бізден тілек сол болсын. Ебелек деген шөп екен, қыз бейнеті көп екен, бір анадан туғанмен бірге жүрмек жоқ екен. Ой, бәрекелді. Қош келдіңіздер, қош көрдік дейміз. Ал сіздерге деп жайылған ақ дастарханның басына баршаңыз, достарыңызбенен, жұп-жұптарыңызбенен ақ дастарханымызға жайғасып отырайық. Дүбірлі тойымызды біз бастайтын боламыз. Келіңіздер, баршаңыз ақ дастарханға жайғасыңыздар, ортада тұрмаңыздар, жүрмеңіздер. Солтүстіктің жерінде, Қостанайдың елінде, Рудныйдың төрінде бүгін міне дүбірлеген той басталғалы жатыр құрметті ағайындар. Салтымызға сіңген, сүйегімізге сіңген, қанымызға сіңген қос ғашықты, қос баламызды
тойымыздың төріне қол соғып, қазақтың салты менен, жар әніменен той төріне қарсы алайық. Қос ғашық келе жатыр, қол соғайық. Той төрінде Сүлеймен мен Гүлназ келе жатыр. Ал қошеметпен кеп. Хоп, 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 хей, хей, көңілдірек, қане. Хоп, бұйды, қане, опа. Хоп, опа, хоп. Қошемет қайда? Сүлейменнің бір басы екеу болды. Той құтты болсын. Осы өмірге лайық отты жағып жар-жар, келеді екі жас топты жарып-жар-жар. Ұялмаңдар келіңдер, күтудеміз жар-жар, бүгінгі күн тамаша, кел жырлайық жар-жар. Үлкенімен ауылдың жасында жар-жар, жас келінді көруге асығуда жар-жар. Үлкенімен ауылдың жасында жар-жар, жас келінді көруге асығуда жар-жар. Рахмет. Екі жас бақытты болсын, бір қол соғайық, қане құрметті қонақтар, көңілдірек. Әкімхан менен ұлбала анамыздың көзінің ағы менен қарасындай болған Әкімхан әкеміздің алтын тұяғын жалғайтын алтындай ұлы Сүлеймендай ұлымыздың бір басы екеу болды. Құтты болсын деп қол соғайық. Рахмет. Шаңырағыңды шайқалтпаймын, терезеңді тең, керегеңді кеңетемін, қайғысыз қарасуыңды іштіремін, отыныңа құманыңды қоям деп құрметті ағайын Гүлназдай келін түсті. Құтты болсын. Мың жұлдызы болса дағы аспанның, елемейсің аспанды, бір жұлдыздан тұрады екен махаббаттың дастаны дейді. Қол ұстасқан қос баламыздың махаббаты дастанды болсын дейміз. Бақыттың іздеп жүрсең шынайсың, жарыңмен жанжалдаспа Құдай үшін. Бір күндік ұрыстан соң кем дегенде берекесіз болады бір айсың дейді. Үйлеріңізде ұрыс керіс болмасын дейміз. Мәңгі осылай жайнап жадырап жүре беріңіздер, бақытты болыңыздар. Ағайынның қошемет құрметіменен той түріне ақ жолда аттатып қос ғашықты жайғастырайық. Ал той құтты болсын деп қол соғайық. Арман-ақ ниет, бақыт сыйлап ұсынып гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер, шашыбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық, би-билейік, би-билейік. Қошемет аямаймыз ғана. Тасын шатты күндер, шатты күндер. Бірге таңдық болашаққа өмірге, тікті бүгін ортамызға отауын. Қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келді бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер, шашыбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық, би-билейік. Қойнауынан құт кетпеген, сабасынан сүт кетпеген, ұлымен ұлықты болған, қызымен қылықты болған, сонау тарихы тереңге бойлаған қазақ елі, тойларыңыз қайырлы, құтты болсын ағайын. Ақсақалы данышпан, азаматы арыстан, қазақ деген қайсар ел. Дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, жаны жомарт, жайсаң ел. Шеттерінен мейманы шал, шеттерінен мейрамы шал, пейілдері әппақ ел. Себепші болып қос үміт, әзиз басы қосылып, тойын тойлап жатқан ел. Армысыздар, ол қызы гауһар, жұлдызы жауһар, қымызы суат, еті қуат, еңсесі биік бар қазақтың баласы. Біз атамыз алаш, керегеміз ағаш, қазынамыз мал, қағидамыз ар болған, иманымыз бар болған.
шайтанның шайымен де, шошқаның майымен де шаруамыз болмай, сарбаның төсінде сапырып қымыз ішіп, келітіп қазы жеген ел боламыз. Алланың рақымы шығар. Бүгін міне барша шобдарлардың әулетінде кеше ғана ақ көңілдің ақ бұлағына ат жалдырып жүретін, біздің ортамызда ақ батасын беріп отырған Сырлыбай атамызбенен алақандай ғана дастарханнан дәмі кетпеген, қонағы арылмаған, көзімізден кетсе де көңілімізден кеп кетпеген Жарқынай апамыздың шаңырағында әрине аға болып жүрген, бірімізге іні болып жүрген, Сүлеймандай жігітке әке болып жүрген біздің Әкімхандай әкемізбенен ұлбаладай анамыздың шаңырағында үлкен той, ақ түйенің қарны жарылған күн. Адам ата жұптанып, Хауананы аларда Исракил Микаил некесін қиған періште. Адам ата мен Хауананың жолын жалғап, жұрнағын жоғалтпаған Сүлеймен менен Күлназдың үйлену тойына қош келдіңіздер. Құтты болсын. Әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деген қазақпыз ғой. Олай болса дөмірлі тойымыздың шымылдығын ашып, томағасын сыпыруға әулетіміздің үлкендері, үлкен атамыз, Сырлыбай атамыз, Тілебай атамыз, Жамбыл атамыз. Осы үш биігіміздей болған үш атамызды қошемет құрметпен тойымыздың төріне ақ тілектеріменен шақырайықшы. Жүрсең алыс жерлерден аман есен оралшы, сағынысып көргенде құшақтасып оралшы. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын жолаушы. Рахмет. Қош келдіңіз қазыналы қариялар, қариялар суытынық дариялар, сіздер берген ақпата қабыл болып, бақытқа жетті талай жаниялар. Балалар бақытты болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, тойға жиналған құдағайлар, құдашалар, қош келдіңіздер бүгін үлкен тойымызға. Міне бүгін Акымхан балам менен ұлы бала келінім, келін сүріп, қуанышқа өтеліп отыр, тойларыңыз құтты болсын деймін. Екі балама ұзақ өмір, ден саулық, өмірде бақытты болып, өмірлі шөбірлі азамат болып жетсе берсін. Осындай жақсы тойлар, жақсы күндер барлықтарыңызға нәсіп етсін. Мына той дастарханы сіздер үшін жайылған, алып жеп ішіп, ойнап күліп өткізуіңізді өтінемін. Жастары бақытты болсын, той құтты болсын. Құда мың жылды, күйе жылды, Алла соны нәсіп етсін баршаңызға. Кеш жарық тойшыл қауым. Бүгін Сырлыбай ағамның, Әкімхан бауырымның отбасында үлкен тойдың куәсі болып отырсыздар. Міне, осы дастарханды ашып беру нәсібі бұйырған екен. Осы тойды қызықты өткізу үшін мына Сүлейменнің әкелері 75-тер қайдасыздар. Айқайлап қойыңыздар. Және нағашылары, кедейлер, және өзіміздің бауырлар Тышқанбаевтар бір әу деп қойыңыздар. Ал той рұқсат, таяқ ортаға тасталды, той басталды дейміз. Ал рұқсат Алладан. Амада. Жақсы рахмет, ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Әулеттің үлкендеріне қол соғып қояйық. Ал енді құрметті туған туысқандар, жақындар, жақсылар, бүгін міне сіздерге ақ көңіліменен, ақ пейіліменен, ақ ниетіменен, ақ жүрегіменен, ақ көңіліменен ақ дастарханын жайып, барын базар қылып, дүркіреп өтіп осы Рудныйдың қаласында той қылып жатқан әкемізбен, анамызға бір қошеметпен қол соғып қойсаңыздар болады.
бүгінгі тойдың құрметіне сонау Қарағанды қаласынан арнайы әншіні алдырдық, құрметті ағайындар. Қазақ аруына қатысып, өзінің өнерін көрсетіп, дүйім қазақтың алдында өзіндік бағасын ала білген, осы өнер жолын алдына мақсат қойып құрып келе жатқан қазақтың қарагөз қызы, біріңіздің қызыңыздай болып жүрген, біріңіздің қарындасыңыздай болып жүрген, болашағынан Алла қаласа зор үміт күттіретін әнші қыздарыңыз Азиза Темірхан қыздарыңызды сүгірдің термесіменен қарсы алайық. Той құтты болсын. Құрметті тойшыл қауым, шоптар еле тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге сүгірдің термесі қабыл алыңыздар. Қошеметті отырайық, қара. Алғада сүгір ай келді деп, ортасын талай ай сайраған. Ақсам аурын сар думан ей, кең дастархан ай жайнаған. Ағаларда ендік ай аман бол, келді ме деп ай жұршыда. Сенгейлерімдай бар еді, ей ботадайда көздер ау жайнаған. Қалшы бұқтай ай бұралған, маржандай тістер ай құралған. Алайда менің ау үстімнен, ей жырлашы деп сүгір ай сұраған. Айдай ау, айдай ау, айдай ау, айдай ау. Жырлашы сүгір ай дегенде, талай бір жерлерді ай жырладым. Әзілді де таубай кеңінен, ей әзілдеші едім ай жеңгеммен. Ал інілерімді ай бар еді, сүгірде ағам ай келді де. Ат шаптырып ай айқайлап, ей хабарды да салдырған еліме. Тарқатқанда менің ай даңқымды, мәжілісте айтады ай жеріне. Көңілі де құрғыр ай бастанып, біз сүре беріп біз жігіттер, ей талайдың да берген ай желіне. Айдай ау, айдай ау, айдай ау, айдай ау. Ақ келіндерімді ай бар еді, қайнағам келдім ей дегенде. Реңіңді қалай ай көремін деп, ей алыстан да тұрып ай болжаған. Құралында көптің ай жинаған, сызылып та талай ай сыйлаған. Құрбыларымдай бар еді ай, осайшы бір күн ай құрдас деп, ей жанымды да талай ай қинаған. Ал қыздарымдай бар еді, шай құйып та береді ей атамның. Батиқасындай алам деп, ей саусақтары да майысқан. Алтыда қанат ай ағорда, әлі де үміт ай етермін. Біздердей бір бала туам деп, ей шаршамайтын ай шабыстан. Айдай ау, айдай ау, айдай ау, айдай ау. Көп рахмет. Азиза Темірхан қыздарыңыз, бір қошеметтеріңіз болсын, қария қайын. Өнерді бағалаған қазақтан бір қошемет. Рахмет.
Akimxan akemizбенен ұл бала анамыз шақырайық шығаны. Сіздерде мына кісілерге бір қошемет болатын шығар енді. Тойдың иелеріне. Келіңіздер. Хоп, қане, ане қошемет. Рахмет. Жігітіңіз қайда кетті? Ha? Plov pісіріп атыр? Ей, той күн адам plov пісіре ма? Қошемет Акимхан әкемізге бір шапала құрық қояқ қане, қарсы алайық. Қошемет міне. Менің татым. Аға кел. Күлім деген көкте алтын күндейсің. Рахмет. Мына жақты ғана таниды ғой дейміз сізді. Басқа ешкім сізге соқпады қолын. Жаңа мамамыз шыққанда бәрі соққан. Енді Акимхан папамызға ешкім қол соқпай жатыр қане. Қане. Сіздің авторитетіңізді көрейік. Мен осы тойға келген кезде сізді зерттедім шамалы. Сөйтсе мына Рудныйда мына әкемізсіз той өтпейді дейді. Рас па? Бүкіл тойға еңбегі сіңіп, палаудың бастығы дейді. Мына кісі есімі Акимхан. Енді мына Рудныйдың әкімі болмаса да осы палаудың әкімі деп жатыр құрметті. Ал Акимхан ағамызға бір қошемет бар ма қане? Сізге деген қошемет. Ал енді осындай Акимхан анамыздың шаңырағын шайқалтпай ұстап отырған, өмірге екі бірдей қызды Сүлеймендей ұлдалып келген асыл жары ұл бала анамызға деген қошеметтеріңіз болсын. Қане жақынай. Рахмет. Бүгін біздің той деп жатыр мына кісілер. Мына кісілер бүкіл тойда жүреді екен, осы Рудныйдың халқының. Енді қараңыздар, бұл кісілер бізге былай деді. Бүгін Сүлейменнің тойында ең көңілді дастарханға главный призді беретін боламыз. Тойдың соңында ең көңілді дастархан. Жақсы, осы номинация естеріңізде болсын. Қане бір шулақ қойыңыздар, қазірден байқап қояқ. Қай дастархан көңілді екен, қане? Қане, қаттыра. О, міне, қане, оп! Рахмет. Короче, папа, былай болсын. Бағана маған кісілерге айтып жатыр да, бүгінгі той қандай екенін білесің ба дейді. Мен содан білем дедім. Бүгінгі той биден жер тесілетін той деді. Өйткені ағамыз қай той барса да бидің көкесін көрсетеді деп жатыр, я? Ұлыңыздың тойы құтты болсын. Келіндеріңіз оңаяқты болсын. Екі бала бақытты болсын, я? Енді аға былай болсын. Билеп шығыңыздар екеуіңіз. Жақсы, билеп шығайық. Кішкене ар жаққа барыңыздар, төрге қарай жақындаңыздар. Осы кезде қошемет тұрамыз бұл кісілерге. Бұл кісілер адым аттаса қошемет соғып отыру керек. Соған лайықты. Осылай тұрыңыздар, былай қарай, ар қарай. Ұрсық болғансыңдар ма, жақын тұрсаңдар? Бәсе. Ал енді былай болсын. Біріншімен Акимхан әкемізді шақырам. Қалай билеп келеді, көрейік. Өзінің тойында, қонақтарының алдында, достарының алдында. Сіз 75-сіз ба? 74-тер бар ма екен? 74-тер қайда? 75-тер қайда? Қане? Ал, ортада Рудный қаласының 12 мәрте биден жеңімпазы Сүлейменнің әкесі, ұл баланың күйеуі, қарсы алыңыздар. Біздің арқа тұтар ағамыз Акимхан келе жатыр. Ал қошеметті билеп. La de la lambada.
Базар жоқ. Мына кісінің биін көріп, таңға дейін билетуге болады. Бұл ана палауыңыз күшті шыққан кезде билейтін биіңіз ба? Күйген кезде билейтін. Ау, Күйген кезде билейтін. Ай, папамыз ай. Мына папамызды жеңу сізге оңай болмайды. Дегенімен де болса, Рудный қаласында өткен той томалақтың би жарысында алдына жан салмайтынның бірі Ұлбала ханым деп естіп жатырмыз. Қазір сон дәлелі болсын ортаға. Би дегенде ішкен асын жерге қоятын. Әкеміздің палауы күйіп, мамамыздың палауы тәтті болып шыққан кездегі биін көрейік. Ал ортада қарсыламыз Ұлбала анамыз келе жатыр. Тойдың иесі, қошемет. Анаң ара, үйді, қане, кет. Оп, оп, опа. Қошемет, қосылған. Қане, көңілдірек. Sayrang bülbülüm sayrang Şu gül şahsınısın Sayrang bülbülüm Құдай. Негізі мына ресторан 12-ге дейін ғана білесіздер ғой, я? Жақсы. Ал енді бұлай болсын. Мына қазақта сөз бар, я? Қасқадан қасқа тумаса да төбел туады дейді. Алмағашынан алма алысқа түспейді деп жатады. Соның бір дәлелі болсын. Мына үйленіп жатқан жігіт Сүлейменді бір шақырып биін көрейік. Той осы кісінің отырған. Ал ортада Сүлейменнің достары бар ма? Қане, достары, Сүлейменнің достары. Ал кел, билеп. Жібер. Ал қошемет. Рахмет. Ей, мамаң сияқты билемей, папаң сияқты билек бел бар. Мамасының мен жаттап апты ғой. Папаң сияқты биле енді. Ал ортада Сүлеймен. Келе жатыр. Ана қара. Ал қошемет. Ақтауда менің досым бар Сыйласып тапқан жары Үйде. Маңғаз Маңғыстау Достар. Ақтаудың нардай баласы Жүрегі досым деп тұрған Досым Рахмет. Сен кішкене қатық бағансың ба бірдеңе? Қатайық баған ба мына бала бірдеңе? Кішкене саған нәзіктік жетпей тұр. Өзі качок қой мұнау? Мынау жай жігіт емес қой мұнау? Қан, күшіңді көрсетші кәні. Осы қан көрсет күшіңді. Көрсет дейм мұнаны. Көрсет. Мына күшіңді бірақ әйеліңе өмірі көрсетуші ома. Жарай ма? Қазақта мына Қайнар Алагөзіп деген ақын ағамыз былай дейді. Бауырым, батыр болма қатыныңа, батыры бол, айнал ең жақынына. Ертең сені бағатын баланы да Құдай соның сап кеткен жатырына дейді. Сенің үрім-бұтағыңды өрбітетін жан-жаныңа батыр болма, мәңгі үрім-бұтағыңды өрбітетін жан-жарыңды, балаларыңды қорғайтын батыры болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Енді құр Сүлейменнің өзін ғана шақырып алғанымыз ұят болар. Келін қайынененің топырағынан деп жатады. Аллаға шүкір. Біздің бақыт құдағимызда сондай биші деп естіп жатырмыз. Ал енді келін бала, сізді ортаға шақырамыз. Сіздерден шапалақ келе ғой. Кел Сүлеймен жан. Қошемет соғайық. Гүлназға дейін қошемет болсын ғаны. Ей, тарап кел. Мә, тоқта. Қайтадан бар. Мә, сен, уже сені жүгіртіп қойыпты ғой. Мұнаның скорсын қараңыздар. Жаңадан қаттырақ жүгір. Әйтпесе келмеуі мүмкін. Ал Гүлназ келе ғой. Бар жүгір. Мә, жүгірісті қара. Қошемет қайда. Шапалап. Деген гүл жайнаған Бау бақшада бұлбұл сайраған
рахмет. А бұл кісіге билеуге болмай ма? Болмайды билеуге. Жақсы билем. Бірақ келесі тойлардан бастап билей беріңіз, Алла қаласа. Ал енді мына 2 жасты шығарып жатырмыз, құрметті ағайын. Тойдың басы ғой. Негізі расы керек. Біз зор алғысты, рахметті осы кісілерден бастауымыз керек, құрметті ағайындар. Арман Бердалин деген ақын ағамыз былай дейді: әкеңмен анашыңды ырысымде, сен үшін көзілмеген түн ішінде, ащы тер адал сүтін ақтау үшін жетпейді жиған алтын күмісіңде, бабын тауып батасын ала алмасаң, баспайды алға қадам бірісіңде, өлген соң жылқы сойып керегіне, тауықта татырмасаң тірісінде дейді. Балаң жақсы болса жердің үсті жақсы, балаң жаман болса жердің асты жақсы дейді. Міне жердің үстінде әке шешелеріңіз жайқалып жүретіндей, Аллаға шүкір ұрпақтарыңыз өсіп жатыр, өніп жатыр. Мәуелі Бәйтеректей Әкімхан әкеміздің әулеті тамырын тереңге жайлаған бір үлкен әулет болсын. Алланың қалауыменен, тағдырдың сыйыменен 9 ай 9 күн өткеннен кейін шаңырақтарыңызда шілдехананың тойы болсын деймін. Ал енді Сүлеймен Асқар таудай әкеңді тойдың басы ғой, сен үшін міне 2 аяғы дамыл таппай жүгіріп жүр. Бір құшақ-құшақтап сүйіп қойшы бапаң. Алғыс анаға, Рахмет. Тоқтай тұр. Әйтеуір көтеруге жақсы екенсің, кәне. Тұр. Ей, тоқта, арқаңмен тұр. Мін. Мін аға, мін. Айналып шық. Ал, шабалақ, кеттік ал. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы. Шабалақ, қошемет. Менің әкем, ең жақсы адам. Рахмет. Болды түсір, конечно. Қашан қарқалайсың? Енді мамаңды бір құшақтап бетінен сүйіп қой. Қошемет соғып қояқ. ғана алыстап кетсем оны сағынып қала берем. Рахмет. Мына мамасының баласы екен көрініп тұр. Екеуі бір-бірінен айырылмайды. Дара көрем, түсірмей бағасын, ардақта бағасын, арнады балаң өлең. Папаға сәлем салып қой, рахмет айт. Рахмет, қошемет қол соғып қояқ. Балаларыңыз бақытты болсын. Қол ұстасқан қолдарыңыз ешқашанда ажырамасын. Бірінші қошемет 2 жасқа болсын, ғане. Шапалақ, той төріне. Қare, қатырақ. Жаңа міне Асқар таудай ұлыңызды арқалатып жатырым ғой. Ол мына сіздің ұлыңыздың өскендігінің белгісі. Мынандай ұл болса қалай арқалайды сізді. Көрдіңіз, тепсе темір үзетін, жауырыны қақпақтай, осындай батыр ұлыңыз өсіп келе жатыр. Ұлыңыз аман болсын, немере сүйіңіздер. Әрқашан сіздерді құлатпайтын, елдің алдында жылатпайтындай ұлдарыңыз өсіп келе жатыр. Көтеріп жүре берсін. Сіздің орныңыз әрқашанда төрде. Әкеміз бен анамызға қол соғып қояқ. Тойлары құтты болсын, рахмет сіздерге. Рахмет. Әумин деп қолыңды көтер жобарыға, Құдайым ризық берер тобылыға. Қозылақ бағып жүрсе дағы бұл қазағым құлақ шеке қояды екен қонағына дейді. Өздеріңізге деп арнай дайындалған жылқының қазық артасы, жал жаясы тартылған етті келуге рұқсат етейік. Ал етті әкеліп. Етті келе жатыр. Опа! Беш бармақ. Для вас, дорогие гости,
Опа! Рахмет. Көңілге бір өлең келіп құралады, кеудемнен көмекейім жыралады. Әумин деп адаласқа батасырау төрдегі жаңа құдалардан сұралады. Иллахи амин деп қане құдалар жағы батаны. Асқа бата беріңіздер. Мен батамды берейін, үстен болсын мерейін, арқашанда өсиге жақсылыққа келейін. Жақсылық сізден кетпесін, жамандық келіп жетпесін. Құдайым беріп береке баядам сізден өтпесін. Қыдырата болсын жолдасың, әруақтарың қолдасын. Нете жаман дүшпанның бұл жалғанда оңбасын. Бейбітшілік заман болсын, ел іргесі аман болсын. Еліміз тыныштық болып, тоқшылық заман болсын. Өркенді болыңдар, өмірлі болыңдар, өмір бақи көңілді болыңдар. Әумин. Амин, құда айтқаныңыз келсін. Ал адаластан алып жеп-ішіп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгін өзі бір керемет той болғалы жатыр. Мына қарасаңыздар бір көзің тоятындай сыйлықтар. Бұның барлығы біз қайтадан үйге алып кетпейміз. Өйткені осы келген қонақтарға, бағы жанған қонақтарға қазір жақсы билейтін, жақсы өлең айтатын, көңілді дастарханға, осы жалпы тойханада отырған қонақтарға таратылатын сыйлықтар. Сіздердің осындай үйлерінде той болсын, қызық қуаныш болсын деген ниетте. Енді мына тойдың иесімен ақылдаса отырып керемет бір лотерея билетін ойнатамыз. Бұл жерде алдыңғы жақта қарасаңыздар монтабарка, микроволновка, пылесос. Мына жерде ана чемодан міне, тефаль. Осы бағалы сыйлықтардың барлығы лотерея билетінің ішінде. Сондықтан алдарыңызда жаңа етті әкеп салдық қой. Сол ет жеп отырған тарелкаларыңыздың астында сан жасырылған. Кімде сол сан бар, солар лотереяға қатыса алады. Кімде бар? Иә, о міне. Кімде бар, лотереяға қатыса аласыздар. Сандарыңызды ұмытпаңыздар. Сандарыңызды ұмытпаңыздар.
тарелканың астында таптыңыздар ма? Сіздерде бір үстелде біреу болу керек. Бір үстелде біреу міндетті түрде бар. Құдаларда бір үстелде екі-екіден бар. Үшеуден бар ма? Біреуден. Қараңыздар, бар. Со тарелканың астында столда жабыстырылып тұр. Бар екен. Бар ма? Тарелканың астында столда тұр. Болды, таптыңыздар ғой. Бәрі тапты ғой. Ал, бастайық. Приз. Лотереяны әкел. Рахмет. Енді бар ғой, екі жасты мына жерге шығарайық, мына жерге келіп алыңыздар. Халық көріп тұрсын. Келіңіздер ортаға. Рахмет. Ал, бірінші призді аламыз. Бірінші қай призді ойнатамыз? Ал. Келін бала, ұл өзің ал, баста. Біреуін ал. Қай приз? Блендер ойнатамыз. Кәне, блендерді алып шығайық. Бірінші ойнатылатын блендер. Блендерді жеңіп алатын нәкіс алсын. Ал, келін бала кімді шығарады екен? Бірінші номер. Бір. Блендердің иесі. Бір. Ұста. Бір деген кімде бар? Бір, келіңіз. Құдашаға қалай шықты? Билет. Сен деушен бір көргеннен ұнаттым деуге, сен деймін жүрегімді жылаттым деуге, көктегі көңіліңді құлаттым кейде. Ай жаным, көрінген қызғалдаққа құматтым кейде. Болды. Мұна қонақтардың бәрі осылай билей ала ма? Қош келдіңіз. Есіміңіз? Меруерт. Кім боласыз? Мен апасы болам. Гүлназдың апасы Меруерт. Саныңыз қайда? Бір қоя, тұр қоя, бармай қойыңыз. Жоқ жарады. Бір тұрма? Негізі ала келіңіздер, я? Сонымен блендердің иесі Меруерт Құдаша. Қошемет. Рахмет. Меруерт Құдаша. Ал, келес, кеттік. Ала ғой. Енді сен, кезек. Ал, қай приз? Гүлназ келін. Жұмоңның құман шляпасы. Ханзада Жұмоңның құман шляпа. Қараңыздар. Қандай керемет сыйлық мынау ағайын. Арнайы алдырдық. Нөмірі кімнің бағы жанып тұр екен? Ханзада Жұмоңның шляпасы. Ей, тез болны, айналдыра береді екесің. 15. Қошемет. Барам сүйіп баратырым, сүйген сайын күйіп баратырым, өз өзімді қиып баратырым махаббатыма. Сендік талғам бек болатын, бір көргеннен сүйіп қалатын, сен әуенсің қиып болатын. Барам сүйіп баратырым, сүйген сайын күйіп баратырым. Рахмет, келіңіз. Осыны қателады. Рахмет, келіңіз. Есіміңіз? Динара. Сіз кім боласыз? Бауырым менің. Сіздің бауырыңыз, я? Соныменен 15 деген санмен міне Динара апайым Жұмоңның шапкасını бұтып алды. Қошемет, қосып қояқ. Бір нәрсе айтшы берейін, я? Мен бұны алмайым. Інім намаз оқиды, ініме подарит етем. Қайсы ініңіз ғане? Кел. Қошемет. Келіңіз аға. Бұл кісінің аты кім? Азизхан. Құтты болсын. Қошемет. Рахмет сізге. Рахмет. Енді бұлай болсын. Мына жерде қазір тоқтай тұршы. Бір 20 шақты приз бар. Кім ортаға ең жақсы билеп келеді қазір? Соған жеке приз береміз сосын. Ең жақсы билеп келген қонаққа.
Ала бер. Тез. Келесі ойнатылатын хлебница. Нан салғыш. Нанда барып саласың, өзі турап бәрін дайындап қояды. Номер 7. 7 ма? Келі ғой. Билет. Анан қара. Өйлі. Гүлнарам бұл басқа. Мода беріп келесің шашқа. Өйлі. Бүгін тойда әмме ойнасын. Сен қоқсан қарамай жасқа. Ай. Гүлнарам бұл басқа. Базар жоқ, мұна. Бәрі бейші ғой өзі. Келі ғой. Есімің? Зират. Зира? Ал, соныменен кім боласың? Гүлназдың құда баласы Сүлеймен жиенім болады. Сүлейменнің Гүлназдың құда баласы. Сүлейменнің жиені бір шапала құрық баяқ. Рахмет. Соныменен біздің Гүлназдың құда баласы хлебница, қошемет шапала құрық баяқ. Рахмет сәке. Молодец. Гүлназдың құда баласы мықты екен. Қандай приз? О! Сумка женский. Әйел адамның бір керемет сумкасы өте бағалы, таза былғарыдан жасалған. Оның есі 12. 12. Кім? 12 ғана. Ал билет. Ағанғар, осымет қайда? Рахмет, келіңіз. 12, есіміңіз? Ботагөз, кім боламыз? Коллективі Ұлтай Капа мен Акон ағаның коллективі жағынан кеп отыр. Акон ағаның Ұлтай тәттің коллективі, я? Соныменен Ботагөзге сумка женский құтты болсын. Ала бер. Тез аламыз. Пылесос. Пылесос тауып шығамыз. Пылесос! Ал, ғане қараңыздар. Келесі ойнатылатын пылесостың есі міне біздің Гүлназ келініміз алды, өзі айтсын. 13 номер. 13 номер. 13. Қайда? Баурайды күлкің сыңғыр. Күлкіңмен бәрін сындыр. Көрігісіңді мен ұнаттым. Келе ғой. Есіміңіз? Айсұлу. Кім боласыз Айсұлу? Нағашысы. Кімнің? Сүлеймен ағаның. Сүлеймен ағашысы Айсұлуға пылесос құтты болсын. Қошемет. Соныменен келесі ойнатылатын приз? Термопод, чайник. Термопод, өзі қайнап тұрады. Өзі қайнап тұратын шайнектің иесі 3. 3-тің өзі күш, қане? Сағынғанда құшақтасам ауқынды басып, отырғызып сәшегімді қызды жанымда. Сізді олама, сөйлесейік түсігімдер біздің араға. Қайда 3 деген? Құда. 3 құдалар. Ыдыстың астында. Мынаның астында тұрады. Жоқ екен. Үстелде тұр. Үш деген номер өкінішке орай жоқ. Бар ма? Бар екен. Үш бар ма? Келе ғой. Ау, қошамын. Сіздің ауылда тұратын қыз теңейтінен
рахмет. Құдамен танысып алайық та. Ассаламағалейкум. Балалар бақытты болсын. Есіміңіз? Бақытжан. Бақытжан. Соныменен кім боласыз? Ағасы болам. Гүлназдың ағасы. Бақытжан құдаға қошемет. Термопо тұтып алды. Шабалақ. Шардың тартың шарбағын, барма сенің арманың. Рахмет. Қалған екінші тілді жалғастырамыз. Жақсы ма? Жастарға рахмет. Біреу алып қойды жарайды, соны шешіп тастайық. Соңғысы. Фен для волос. Фен для волос. Фен алып шығамыз. Дайсон. 230 мың. 16. Феннің есі 16, қошемет. Менің жаным сенен бөлек пе дейсің, сағыныштың жалын өртене күйген, бір жан болса жаным менде Келіңіз. Есіміңіз? Ақмейір. Кім боласыз? Акымхан ағаның нағашысы. Акымхан ағаның нағашысы Ақмейірге фен. Қошемет. Шабарақ. Рахмет. Құтты болсын, қошемет деп қойыңыздар. Сіздерге де рахмет. Жайғасып отыра беріңіздер. Рахмет. Ал енді, құрметті қонақтар, сандарыңызды ұмытып қалып жүрмеңіздер. Қазір біраздан соң жалғастырамыз. Главный приздарымыз әлі өткен жоқ. Микроволновый печь, сумка, мантоварка, қымбат. Оның барлығы қалды. Номерларыңызды ұмытып қалмаңыздар. Енді біз ақтілекпен жалғап отырайық. Осы жерде біздің Сүлеймендей жігіттің ағалары бар, жеңгелері бар, апалары бар, жезделері бар, иә? Осы бір қауымды ақтілекке шақырып алайық. Біздің ағамыздың бауырлары, келіндер ортада бар ма? Ағалары, жеңгелер. Келіңіздер. Бауыр десе бүйрегім бұрып тұрат, көзің көрсе көңілім жылып тұрат. Ей ағайын, сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынат. Бауырменен дүние құлып тұрат, байқамасаң одан көп бүлік шығар. Қу тірлікке құмартып құл боп кетсең, туған бәріне тұрат. Туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар. Рахмет, туысқандар, рахмет. Келіңіздер, жиналайық. Рахмет. Сөз тыңдар қауым болса, асабаға неге көсілмеске, ән тыңдар қауым болса, әншілерге неге бұлбұлдай сайрамасқа дейміз. Тыңдалмаған сөз жетім, күйісіз тозған бөз жетім, иессіз қалса жер жетім, аққуғассыз көл жетім, жерінен айырылған ер жетім, замандасы болмаса бәрінен де сол жетім дейді. Айтылған ақтілектерді жетім қылмайық, тыныштық сақтап, ағайын туған туыстың ақтілегін тыңдай отырайық. Ал енді сіздерге үлкен өтініш. Құрметті Шобдар әулетінің алтындай ағалары менен ұлғыздары, тойларыңыз құтты болсын дейміз. Мұна айтқаны өтіп, атқаны тиетін, көп сөйлемейтін, бір сөйлесе дөп сөйлейтін осында бір үлкен әулет қой, Шобдар әулеті. Осы бір ұлы тойларыңыз құтты болсын. Ағайын туған туыстың басы тек қана осындай қызық қуанышта тойда ғана жиналуды нәсіп етсін дейміз. Тілек айтқандарыңызға бір рахмет, іштеріңізген тілеу тілеп қосылып тұрғандарыңызға мың рахмет айтамыз. Уақыт тоқтамайды, уақыт өте береді. Сондықтан межелі уақытта бізде тойымызды аяқтауымыз керек. Осының барлығын елеп ескеріп, қаншама ойынымыз бар, қаншама ән биіміз бар. Соған да кішкене уақыт беріп, алдарыңыздан бір
үш кісі сөйлепсін, қалғанымыз қосылайық. Үш кісі алдыға шығып, үлкендеріміз, мен осының айтқанына қосылам деген жастар, міне, үш ағамыз сөйлесін. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс құдалар, той құтты болсын бәріңізге. Құдалар, мына төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Акон, келін, мына той құтты болсын. Екі жақтың ауыз біршілігін берсін, ұзағынан сүйіндірсін. Балдар бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Әрқашанда осы оттарың бастарында той мереке болай берсін. Ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаға. Аконжан, Ұлдайка, мына бүгінгі тойларың құтты болсын. Бас қосып атқан екі баламыз өмірде бақытты болсын. Әрқашан осы сендердің жанұяларыңа той мереке жақсы күндерге келейік. 74-тер құда болып келгендерің құтты болсын, төрден ғой. Мына Мыңбұлақтың 73-тері, сендерге де тойларың құтты болсын. Әрқашан міне шобдар ағайындар тойларымыз құтты болып, мына екі баламыз бақытты болып, әрдайым осындай той мереке жақсы күнде бас қосайық. Кеш жарық тойшыл қауым. Әкімхан ұл бала, бүгінгі міне ағайын басын қосып, үлкен той беріп атсыздар. Осы тойдың себепшісі баламыз Сүлеймен мен келіннің махаббат майданындағы өмірі басталды деп ойлаймын. Махаббат майданында жалауларыңыз желбірей берсін. Сіздерге бақыттың баянын тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Той барлығыңыздарыңызға жұғысты болсын. 75-тер тойларыңыз құтты болсын. Сырлыбайға той құтты болсын. Той қаласын. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Мынау бүгін Шықанбаевтар әулетінде үлкен той. Себепкер Сүлеймен баламызбен Гүлназ келініміздің бас қосқан тойы. Әрқашан тойлар той қыласа берсін, бақытты болсын. Әрқашан Акон осы балдардың қызығын көріп, немере шөбере сүйіп жүре беріңдер. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Не дейміз енді? Кеш жарық құрметті қонақтар, міне бүгін біздің әулетімізде үлкен той. Бауырма тілейтінім, көтерген шаңырағың биік, керегесі кең босағың берік болсын. Аға жеңге тойларыңыз құтты болсын. Келінге айтарым, қазір міне бала келінсің, келесі жылы ана келін бол, 5-6 жылдан кейін дана келін болуыңа тілектеспін. Тойларыңыз құтты болсын. Бір кісі сөйлесін. Апа, я? Осы кісіге сөйлесін деп жатыр. Келіңіз, апа. Ал, айта ғой. Кеш жарық құрметті қонақтар, тойға жиылған Акон аға, Ұлтай жеңге, балдарыңыз бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Әрқашан сіздің үйге тойға келейік. Келесі жыл Алла қаласа бесік той шілдеханаға келейік. Осы ағайындар атынан подаркымыз бар, қабыл алыңыздар. Апа. Кеш жарық құрметті қонақтар, құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ұлтай қайным, тойларыңыз құтты болсын. Мына екі баламыз бақытты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық, той құтты болсын. Екі бала бақытты болсын. Міне, расымен де туған туыстар бақыт тілеп жатыр ғой, құрметті ағайындар. Бақытты болыңдар, бір болып мәңгілік, мәнді өмір құрыңдар, қиындық болмайды, отбасы жолында, себебі сенетін Сүлеймендей ұлың бар, Гүлназдай қызың бар, екеуі мәңгілік, бақытты болсын деп, аямай, алақан соғыңдар. Кәне, фотоға түсіп. Майданында жалғызбын деп ойланып толғанбадым. Сендердікі сыйлырың төрімдегі. Рахмет. Сонау Астанадан келген Жанар қарындасы біздің Әкімжан ағамыздың Аяжандай жиені орталарыңызда ризамын деген керемет бір ән орнайды. Сіздер жайлап жайғасып отыра беріңіздер. Қазір ортада билейтін боламыз, өзіміз шақырып аламыз. Ал ағалар, туыстар, шобдар әулетінің жанашырлары, жақсылары, Ақтаздарханға жайғасып отырыңыздар. Қуанышта қайғымда жан.
биге барлығыңызды ортаға. Көкжиге күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін арақтанда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілекке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барынды бағалады тәубаны төз. Жарықты сыйғып беріп, сана беріп, жасаған жоқтан барды алла қалғыз. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерін, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенін. Алғыс айт дұшпанды да досындай көр, оларсыз бегінде білместедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманын жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысын алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Ата-аналарыңызға мыңға бір рахмет. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Алғыс елдің бәріне. Рахмет. Астанадан келген жиен Жанар менен Аяжанға бір қошемет қол соғып қояйық шағай. Рахмет. 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 Сәлем беріп құп алсаң, бірінші еткен құрметің, түсіңіз деп түс беріп шылбырына оралсаң, екінші еткен қызметің. Есік ашып кіргізіп, көрпе төсіп құп алсаң, үшінші еткен құрметің дейді ғой. Құрметті жақсылар, бүгін міне тойымыздың төрінде, біздің Рудныйдың төріне Әкімхан менен ұлбала анамыздың шаңырағына Гүлназдай келін келіп түсті. Қазақта бір жақсы сөз бар. Әйел алсаң қара бала ақылдысың, сол балалар өзгелерден жақын кісің. Еріңе аю, балаңа қасқыр болса, ондай әйел алғанның күні құрсын. Әйелің жаман болса саталмассың, ағайынға жақсы жігіт атанбассың. Үйіңе дос жараңды ертіп келіп, ей қатын ас қазан деп айталмассың дейді. Үйдің иесі еркек болғанымен берекесін
кіргізетін әйел екенін ұмытпағайсың Гүлназжан. Барыңа зар қылатында, жоғыңды бар қылатында осы әйел емес пе, құрметті ағайындар? Өгізге ер салма, қанатың талар, наданға көз салма, сағың сынар, жал құйрығы қалың деп, жабыдан айғыр салма. Жаугершілік болғанда жағдайлап мінер ат тумас. Жақының үшін жақсының жағасынан алма, жерің тарылар, әйел алсаң көріктін алма, тектін ал деген қазақпыз ғой. Аллаға шүкір, біздің Сүлеймендей ұлымыз өзінің тектіғысын қондырды деп біреміз. Себебі қиық қалтаң балқы руынан тараған, кешегі біздің сонау Шалқыр ауылында өсіп өнген, сол жерге маңдайының тер тамған, сол елде бухгалтерлік қызметіменен қаншама еліне елеулі, халқына қалаулы азамат атанған Мырзан әкемізбенен, Орымкүл апамыздың шаңырағынан өрбіген біздің Наурызжандай құдамызбенен Бақыт есімді құдағиымыздың қыз емес пе? Гүлназға бір қошеметпен қол соғуға болады ағай. Осындай ару қызымызды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ыстығына күйдірмей, суығына тоңдырмай, өмірге алып келген біздің Наурызжан менен Бақыт құдағиымызды қошемет құрметпен шақырайықшы. Келіңіздерші. Құда мен құдағи, ал қошемет. Махаббаттың күшімен отау құрды жастарың, екі елді тұтағып біріктірді бастарын. Екі жастың бақытына жақсы сөздер сөйлейік. Билеп, қане құда. Құдалар ортаға кел билейік. Хопа, биле, қане кеттік ал. Қане, биле. Биле құдалар, жүрмеңіздер кеш. Жабалақ қайда, жабалақ қайда. Ойна құдалар, ара. Биле құдалар, жүрмеңіздер кеш қалып. Рахмет. Мына Әкімхан мен Ұлбаланың тойын күнде басқарғың келеді. Рахат екен. Келіңіздер, ал құда. Ал енді құрметті қонақтар, жақындар, туғандар, туысқандар. Мына кісілер сөйлеген кезде жүректерінен жылып, аялап, бағып қағып, өмірге келіп, бізге міне алақанға салып беріп отыр Гүлназдай қызымызды. Араларыңыздан жорғада жүрмесін, дорбада жүрместің, сыйластық қана жүре берсін дейміз. Бабамыз Төле бидің бір сөзі бар ғой. Байлық дегенің еритін мұз, бала дегенің артта қалған із, бақыт дегенің ұзатылған қыз. Өмірдің ең үлкен сыйы сыйласқан сіз бен біз дейді. Осылай сыйласып жүре беріңіздер дейміз. Әрине, қазір құдалардың легін шығарамыз дегенімен де өмірге алып келген әкесінің орны, анасының орны бір бөлек. 6 ағаң бірігіп әке болмас, 7 жеңгең бірігіп шеше болмас деген қазағымызда бір жақсы сөз бар емес пе? Асқартаудай әкесі, аяулы анасы Наурызжан құда, өзіңіздің бір ауыз тілегіңізді айтыңыз, содан соң Бақыт құдағиға кезек берейік. Ал, айта қойыңыз. Ассалаумағалейкум. Мына тойға жиылған қауым, мына бүгін Гүлназ қызым менен Сүлеймен баламның отау қосып
бақытты күндері бүгін. Осы бұл 2 жас балама өмірде бәрі жақсылықты тілеймін. Өмірде бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Сырлыбай құда, Әкімхан құда, Ұлтай құдағай, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық, 200 жылдық дегендей, ортаға салған көпіріміз ешқашан бұзылмасын. Әрқашан үйлеріңізде тойлар, жақсы күндер бола берсін. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Рахмет, әмин айтқаныңыз келсін. Үміт күткен ұлы оңбаған болса әке сорлы, қыз күйеуге тимесе шеше сорлы. Сүйіктім деп алғаның сүйкімсіз болса ер сорлы, қыраным деп тиіп жапалақ болса қыз сорлы дейді ғой құрметті ағайындар. Бүгін менен Гүлназ өзінің қыранын тапқан күн, Сүлеймен өзінің сүйіктісін тапқан күн. Сіздердің жандарыңызға медеу болсын деп жатырмыз. Қыздарыңыздың барған жері, қыздарыңыздың келген жері міне өздеріңіздің жақсы көретін біздің Әкімхан әкемізбенен ұлбала анамыз алаңдамауларыңызға болады. Қыздарыңыз бақытты болсын. Ал анашым, бір тілегіңізді айта қойыңыз. Ассаламу алейкум. Тойға жиналған қауым, барлықтарыңызға той құтты болсын, талаптарыңыз оң болсын. Міне бүгінгі жиналып отқан себебіміз мына мен балдарым Сүлейменжан мен Гүлназжанның бақыт тойы. Көтерген ақ отауы биік болсын, шаңырағы кең болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі келін мен күйеу болсын. Не деймін тағы? Жастар бақытты болсын, тойларың тойғаласын, өбірлі, шүбірлі болыңдар, балдарым дәулетті болыңдар. Ақымхан, Ұлтай, той құтты болсын, жастар бақытты болсын, сол балдарыңыздың бақытын көру нәсіп етсін. Рахмет. Арзандап адамдардың атағары, жалғаннан бақыт іздеп қаталады. Өмірде бізге қымбат 2 атам бар, әрқашан қабыл болар баталары. Бақытқа жету үшін бәрін тастап, алдымен сыйлау керек ата-ананы дейді. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын дейміз. Мына бала кім? Бұл сіздің кенжелеріңіз ба? Немерелеріңіз ба? Гүліңді кімге алып келдің ал? Гүлназ әте. Не тілейсің? Сүлейменге айтатының бар ма? Бақытты болсын. Жаным сол, кәне, гүл шоғын табыстай ма? Ал кәне. Ал Гүлназға гүл шоғын табыстайым деп, міне кішкентай ғана құлыншағымыз. Қошемет қол-соқ қояқшы. Чтобы быть счастливой, дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши. Рахмет. Бақыт құдағимыз міне күйеу балам емес, енді менің бүгіннен бастап ұлым деп Сүлеймен менен Гүлназға арнайы өзінің алтындай сыйлықтарын алып келген екен. Бір қол соғып қошеметпен табыстауға рұқсат етіп қояйық. Менің қызым анасының ақ сүтінен нәр алған, атасы мен әжесінің тәрбиесін көп алған. Бүгін міне еркетайым орындалып барарман, ата-анаңа бара жатсың ұзап ата-анаңнан. Бақыт құсы келіп қонсын, берік болсын босаған. Қошемет қосақ қояқ. Дәулеттейін қосағыңмен қосағар, жанасыл ер жан жарыңа жанашыр бол жарқыным. Өміріңді көркем етер, еркелетер осы адам. Хоп, хоп, хей! Хей, хопа! Айналайын Айшатайым ақба сенен әппақ қар, әппақ адал ниетіңмен босағанды аттап бар. Сен өскен жер берекелі, бақыт мекен, құт мекен. Бақытты қыл барған жерге береке боп, бақ боп бар. Жұмағазы құдам өзі байсалды адам мәрт анық. Гүлнардайым құдағай жүр, он саусақта
болсам балтамық, осы екеуін әкеңдей көр, анаңдай көр алтыным. Осы әулеттің келін ай деп мақтап жүрсін бар халық. Рахмет, рахмет. Ал, келіңіз құда, төс қағыстырамыз. Печатты қоямыз, мөрт соғамыз. Қалай? Бірінші рет па, нешінші рет? Не бол, құда. Нешінші рет төс қағыстырайын деп жатсыз? Екінші рет. Екінші рет, келі ғой. Батя. Нешінші рет? Осымен екінші рет. Осымен екен белгілі ғой. Ал енді, сіздерден қошемет, құрметпенен, барша халықтың көзінше міне бүгін Әкімхан менен Наурызжан құда болды. Төс қағыстырады. Ал қошемет. Өйді, қошемет қайда? Шабалақтарыңыз қайда? Жақсы, рахмет, рахмет. 1000 жылдық құда болып құшақтасып тұра тұрыңдар осылай, иә. Тату болып келіңіздер сіздер. Ал, құдағилар. Екеу бір-біріне аумайды екен, екеуіз. Екеуің вкустарың бірдей екен негізі. Мына екі құданың міне бір-бірінен аумайды құдағилар, иә. Ал, құдағиларға қошеметпен қол соғып қояқ, сосын ұлбала менен бақыт құдағи болды. Қошемет, кет. Бет сүйсеміз. Шапалақтарыңыз қайда, қошеметтеріңіз қайда? Бақыт деген не дейсің бе алтыным, бақыт деген мүмкін сенің әр күнің, шынымды айтсам. Ана кісілер тек құшақтассаңыздаршы, екеуіңізде. Болды, ана кісі құшақтаңыз. Құдағиыңызды құшақтаңыз, құдағиыңызды. Осы екі кісі тату болса болды, қол ұстасып тұрыңдар. Қол соғайықшы, құдалықтары 1000 жылдық болсын. Шапалақ қайда? Ал енді біздің Наурызжан менен Бақыт құдағиымыздың шашпауын көтеріп келген туған туысқандары тойымыздың төрінде. Жаңа құдалар, келіңіздер. Шақырамыз, қарсы аламыз. Ал қарсы алайық. Тойымыз құтты